Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін өте керемет духовкада пирожки, яғни майсыз пирожки жасайтын боламыз. Балаларға сабаққа салып жібергенге өте қолайлы. Сіздер де жасап көрсеңіз болады. Толық рецептін описанияға қалдыратын боламын. Мінекей алдымен жылы суымызға тұзымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Сосын осындай құрғақ сүт барлықтарыңыздың үйлеріңізде бар шығар, яғни сухой молоко 3 қасық, кішкентай қасықпен 3 қасық қосып жібереміз. Сүт болса сүт қоссаңыздар да болады. Менде сухой молоко қоса салдым. Мінекей енді електен өткен дайын ұнымызды аз-аздан қосып, жақсылап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Бірденен салып жібермеңіздер, ұнды аз-аздан салып, жаймен қозғап жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Мінекей қамырымыз дайын. Салбамен жауып, 10-15 минутқа қойып қоямыз. Мінекей қамырымыз ашып шықты. Енді осылай бөлшектерге бөліп, барлығын осындай бөлшектерге бірдей қылып бөліп шығатын боламыз. Балаларға сабаққа алып кеткенге өте дәмді, әрі керемет, әрі майсыз, дәптерлері май болып қалмайды. Осылай жасап берсеңіздер болады. Өте керемет болып шығады. Сіздер де видеоға қарап жасап берсеңіздер болады. Өте керемет, дәмді болып шығады. Мен балаларым өте жақсы көреді осы тағамды. Әрі тіске басар, тез мектепке жеп кеткенге де ыңғайлы. Әрі кофталары май болмайды. Мінекей сосисканы, менікі осындай сосиска, любой сосиска болса бола береді. Мінекей енді тапамызды майлап, осыған шетінен салып шығатын боламыз. Мінекей қамырымызды аламыз, үстіне пирожки салып, екі бұрышын шығарып қоямыз, және осылай басып тапамызға қоя беретін боламыз. Өте оңай. Өте оңай жасалады. Сіздер де видеоға қарап жасап көріңіздер. Мінекей каналым дамуына үлес қосып, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Видео ұнаса, комментарий, лайк басып, және видеомды өткізіп алмау үшін қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Мінекей осылай 5-10 минутқа қойып қоямыз. Көтерілгенше, мінекей көтеріліп шықты. Енді 180 градуста қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағасыздар. Осылай барлығынан жағып шығасыздар. Өте керемет болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Үстіне күнжет немесе мак сепсеңіздер болады. Мен күнжет септім. Өздеріңіздің қалауларыңызша сәндей берсеңіздер болады. Мінекей пирожкиіміз дайын болды. Духовкадағы пирожкиіміз ас болсын.